Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді құймақты екі түрлі салмамен дайындаймыз. Алдымен құймақты дайындап алайық. Ол үшін 2 жұмыртқа, кішкентай қасықтың ұшымен тұз, дәміне қарай мен 2,5 үлкен қасық қант қостым. Енді қантты азырақ қосуға да болады. Содан кейін жақсылап араластырамыз қант ергенше. Содан кейін 200 мл сүт, яғни 1 кружкамен сүт құямыз. Сүт суық бола береді. Аздап араластырамыз. Содан кейін електен өткізіп, онды шетінен қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мен осыны венчикпен араластырам, сол кезде жақсы араласады, біркелкі болып шығады. Қамыр қою болса, онда құймақтарыңыз қалың болып кетеді. Сондықтан қамырды кішкене сұйықтау етіп жасаған дұрыс, сол кезде құймақ жұқа болады. Жақсылап араластырамыз. Мен бұл құймаққа разрыхлитель, сода, ештеңе қоспаймын. Мен қайнап тұрған су қосам. Яғни суды қайнатқаннан кейін суытпай бірден қосасыздар, ең артынан қосасыздар, содан жақсылап араластырасыздар. Суды қосқаннан сразу араластырған дұрыс, немесе шетінен қосыңыздар суды. Тағы да аздап ұн қосып, жақсылап араластырамын. Ең соңғы сұйық май қосамыз. Сұйық май қосамыз. Осы құймаққа қажетті барлық ингредиенттерді осы бейнен төменгі жағына жазып қоямын. Міндетті түрде сол жерде қараңыздар. Мен осы YouTube каналымда құймақтың бірнеше рецептісі бар. Егер қайнаған сумен жасасаңыздар, сода қоспайсыздар. Міне қамыры дайын, біркелкі болып шықты. Енді қазір құймақты дайындаймыз. Яғни бұл жерде ескере кететін нәрсе, таба өте жақсы қызыған дұрыс. Жақсы қызыса, онда құймақтарыңызда жақсы піседі. Аздап қана сұйық майды жағамын табаға, көп сұйық майдың қажеті жоқ. Және де сіздерде егер арнайы таба болса, осындай құймақ пісіруге арналған, онда тіптен жақсы. Менде ондай таба болмай қалды. Осындай чугунный табаға пісірдім. Құймақ өте тез піседі. Бір жағы сарғайғаннан кейін екінші бетіне аударасыздар. Жоғарғы отта пісіремін мен. Өте тез піседі. Қараңыздаршы, мені ажурный болып пісіп жатыр. Тез піседі, біркелкі және дәмді болып шығады. Құймақтар дайын. Қараңыздар, қандай әдемі болып шыққан, мені ажурный болып шыққан. Түсі де, түрі де өте әдемі болып шықты және дәмді болып шықты, ең бастысы сол ғой. Құймақты қойып қоямын. Енді салмасын дайындаймыз. Алмадан жасаймыз бірінші салманы. Яғни алманың қабығын алып тастауға да болады. Бірақ мен қабығымен жасай берем. Алманы 4 бұрышты етіп тураймын. Мен өзім осы алмамен құймақты өте қатты жақсы көремін, дәмді болып шығады. Алманы 4 бұрышты етіп тураймын қазір. Ұсақтап турайсыздар. Кез келген алманы ала беруге болады. Жасыл алма, қызыл алма, ең басты дәмді болса болды. Осы алманы кастрюльге саламыз барлығын. Содан кейін дәміне қарай қант қосасыздар. Дәміне қарай қосыңыздар. Егер сіздерде алма қышқыл болса, онда көбірек қосасыздар қантты. Жақсылап араластырамыз қант мен алманы. Содан кейін жоғарғы отқа қойып, кішкене корица қосып жіберемін, дәмін келтіру үшін. Жоғарғы отта жақсылап араластырып, бір 5-7 минуттай пісіріп аламын. Кішкене суы тартылады және алма жұмсақ болып шығады. Екінші салманы дайындаймыз. Бұл жерде мен ірімшік алдым. Ірімшік, дәміне қарай қант және қаймақ қосамыз. Менде мынақты үйдің қаймағы болды. Жақсылап барлығын араластырамыз. Егер дүкеннің қаймағын алсаңыздар, 20%-лық дәмдісін алыңыздар. Мен алманың да салмасы дайын болды. Мен суытып қойдым кішкене. Енді біздің құймақты дайындауды бастаймыз. Бейнеде көрсетілгендей құймақты тақтайдың үстіне қоямын. Немесе ыдыстың үстіне қоюға да болады. Содан кейін мені ішіне салмасын салып, жақсылап ораймыз. Өте дәмді болып шығады салмаспен. Негізі салмасты өздеріңізге, егер құймақтың өзі ғана ұнаса, осы рецептпен дайындасаңыздар болады. Және де менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Осы бейне бойынша құймақ жазсаңыздар, комментарийда бөлісіп, лайк басыңыздар. Мен қуанышты боламын. Көп-көп рахмет. Баршаңызға ас болсын.